Әдебиеттік оқу. Жыл мезгілдері. Ертегі. Оқу мақсаты: сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, вербальды емес тілдік құралдарды қолдану. Бір жылда 4 мезгіл бар. Қыс суық, мұз қатып, ызғар, қарлы болады. Көктем жылы, жер көктеп, су ағады. Жаз күн ыссы, өсімдік жапырақ жая өседі, жайлы болады. Күз салқын, жапырақ сарғайып түседі, жаңбыр жауады, ел егінін жинайды. Жыл мезгілдерінің суреттеріне назар аударып қара. Айырмашылық бар ма? Ойланып көр. Әр жыл мезгілінің өз айлары бар екенін есіңе түсір. Қыс айлары: желтоқсан, қаңтар, ақпан. Көктем айлары: наурыз, сәуір, мамыр. Жаз айлары: маусым, шілде, тамыз. Күз айлары: қыркүйек, қазан, қараша. Ал сенің туған күнің қай мезгілде? Қыста ма? Көктемде ме? Жазда ма? Күзде ме? Мәтінді тыңда. Жыл мезгілдері. Ертегі. Ғасыр бабаның Жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жыл 4 перзент сүйіпті. 2 ұл, 2 қыз. Үлкені қыз, шатақ мінезді. Ә десе мә деген сотқарлау, басынан сөз асырмайтын қиқар болыпты. Содырлау болғанмен, әкесі оны бір беткейлігі, шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екіншісі көктем, жұрттан асқан көрікті, жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса да шын жүрегімен қабылдайтын. Сезімталдығы мен көркемдігі үшін оны бәрі де жақсы көреді екен. Үшіншісі жаз. Әпкесіне қарағанда ашық жарқын, жайдары мінезді, көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса, көмейі көрінетін адалдығы мен, таңғы шықтай мөлдір пәктігі мен көпке ұнапты. Ал кенжесі күз өте ерке болып өсіпті. Сәл нәрсеге бола ренжіп, бұртиып, қабағын түйе қалады екен. Кейде балаларға өкпелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тия алмай, төгіп жібереді екен. Әйтсе де, күзді жомарттығы мен ақ көңілділігі үшін бәрі де ұнатыпты. Осы мәтінді өз бетіңше бірнеше рет оқып дағдылан. Жыл мезгілдері. 80-ші беттегі 4-ші тапсырманы орындаймыз. Көп нүктенің орнына мәтін мазмұны бойынша жыл мезгілінің атауын жаз. Енді дәптеріңе жыл мезгілдеріне байланысты мақал-мәтелдермен танысып, жазып ал. Жаздың бір күні, қыстың 1000 күні. Жазда бір күн терлеп еңбек етсең, қыстың 1000 күнінде жақсы
өмір сүретін боласың. Қыстың көзі қырау, қыс қаталдығы мен суық ызғарлығы мен адамды тығырыққа тірейді екен. Сәуір болса күн күркірер, күн күркіресе көк түркірер. Қазір сәуір айы. Күн күркіресе көк түркірер дегені жаңбыр жауады, жаңбыр жауған соң көк шығады. Қаз келсе жаз келер, қарға келсе қатқақ келер дейді. Қаз келсе деген су құстары. Су құстары келгені жаздың келгені деп біл. Жаз сайға қонба, қыс қырға қонба. Жаз сайға көшіп қонба дейді. Өйткені жазда күн ыссы, ал сай ықтасын болып ауа болмайды. Қыс қырға қонба дегені қыр дөңес жер ғой. Қыстыгүні дөңес жерге, биік жерге тоқтайтын болсаң, күн суықта қыр адамға қолайлы болмайды екен. Сондықтан да ерте кезгі уақыттарда, көшіп қонған уақытта көшпенді халқымыз жазда қырға қонып, қыста керісінше сайға қонып паналаған екен.